Отбасы шағын мемлекет. Сен президент, мен премьер деген екен. Шынында отбасы да шағын мемлекетке жатады. Себебі отбасының екі қос шынары бар. Яғни әке және де ана, яғни Асқар әкеміз, Алатаудай әкеміз, ол береке, өнеге, даналықтың қайнар көзі, қасиетті ісі мен сыйластықтың құрмет басы болып табылса, ана деген біздің қамқорлығымыз, көл көсір, астық тұтқасы. Ананы сыйлау, елді сыйлау, бүкіл әлемнің қыздарын сыйлау дегенмен сай. Яғни сондықтан біздің барымыз үлкендерді сыйлау, құрмет. Біздің отбасымыз отан отбасынан басталады деген қағиданы дұрыс деп біледі. Осы себеппен ата-анамыз балаларының, яғни біздің жан-жақты болып өсуімізге көп көңіл бөледі. Біз Жамбыл облысы Байзақ ауданы Қарасу ауылының Сәмбет дейтін руынан тараған Қосыбатыр атамыздың ұрпақтарымыз. Отбасымыз қарапайымдылығымен, қамқорлығымен және де ең бастысы шеберлігі және де тәрбиесімен ерекшеленетін ерекше отбасы деп айтсақ артық етпейді. Мен сіздерге өзімнің отбасымды таныстырып өткім келіп тұр. Біздің де отбасымызда игіліктің басы, даналықтың көзі, ол біздің әрине Асқар әкеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, менің әкем осы әскери ұйымда 15 жылдан немесе 20 жылдан аса уақыт бойы жұмыс жасап келе жатыр. Әрине әскери адам болғандықтан менің әкемнің де мінезі қатал. Бірақ әрқашанда менің балаларым үшін, менің қыздарым үшін деп өзінің жиған тергендерін үйге беріп отырады. Біз әрқашанда әкемізді сыйлап, қолдауға тырысамыз. Әрине де әке болмаса бұл үйдің мәні де сәні де жоқ десем де артық етпейді. Себебі әкеміз ол біздің Асқар тауымыз, барымыз, нарымыз. Және де мен тек қана әкемді емес, анамды да мақтап өткім келіп отыр. Себебі анам да осы үйдің айранды ұйытқысы болып келіп отыр. Анам мен әкемнің отасқандарына биыл 17 жылдан асты. Осы 17 жылдың ішінде біз 4 баланы дүниеге әкеліп отырған анам мен әкеме көп алғыс айтамыз. Себебі біздің отбасымызда 2 қыз, 2 ұл, яғни менің 2 інім және де 1 әпкем бар. Анам бізге әрқашанда өзінің ақыл ойымен, ақыл кеңесімен бізге көптеген қол ұшын білдіреді. Және де қыз баласы болғандықтан біз әкемізден қарағанда анамызға жақынырақ боламыз ғой. Анамызға әрқашанда сырымызды айтып, сырымызбен бөлісіп отырамыз. Және де менің анамның өзінің қолдан тігетін көрпешелері бар. Яғни ол әрқашанда осындай қазақтың баяғы салт дәстүрін қолдап, қазақта салт дәстүрінде баяғыда көрпеше тігу, құрақ құрау деген секілді көп заттар болғандықтан сол нәрсені жаңғыртып келеді. Міне, мынау менің жаңа ғана айтқан анамның жасаған көрпешелері, яғни қолөнер. Біздің қазақ халқында осындай, яғни 16 табақ, мынау құрақ көрпеше. Құрақ көрпешені неге құраймыз? Ол көбінесе біздің жас жұбайлар, отбасы болғанда бастары құралып кетсін, әрқашан бірге болсын, тату болсын деген мағынада тігіледі. Және де мынау сыйға тартуға болатын бақ, береке, бірлік деген жазуды арнайы ойып, осындай көрпешемен сыйлық жасауға болады. Бақ, береке, бірлік деген өте керемет сөзімізді үйлесіп, осындай сыйлық жасауға да болады. Мынау қазақтың қошқар мүйіз оюы әрбір шаңырақтың төрінде шаңыраққа сән береді. Өте мәнді ою деп білемін. Осындай жасаған оюларымыздың астына жүннен, мақтадан жасап, осындай қыз жасауына апарамыз біз қазақта. Басы құралып, әрқашан әр семьяда бақ, береке, бірлік болсын деп осындай оюдан көрпешелер құрағанымыз. Сол қазақта көптен келе жатқан, бұрыннан келе жатқан ата-бабаларымыздан келе жатқан осындай тамаша дәстүрді жалғастырып келе жатқан жайым бар. Көрпеше тігу ол біздің салт дәстүрімізге де жатады. Себебі баяғы заманнан бері біздің ата-әжелеріміз осы көрпеше тігумен айналысқан. Яғни қандай үй болмасын, қандай шаңырақ болмасын, көрпешесіз ешқандай да үй емес деп те айтсақ болады. Яғни қазіргі заманда да, баяғы заманда да осы көрпешені тігу өнер ретінде саналады. Мысалға менің анамның да әжесі осында көрпеше тігумен айналысқан, яғни осындай өнерді қолға алып келе жатыр. Яғни шежіре болып жалғасқан десек те болады. Менің ойымша осы көрпеше тігуді білген адамдар жаман болмайды. Яғни әрқашанда өйстіп көрпеше тігіп
құрақ көрпенің не екенін білу ол артық етпейді деп ойлаймын. Және де менің анам, яғни әжем бастаған осылай көрпеше тігуді мен де жалғастырамын деп үміттенемін. Менің осы уақытқа дейін оқу жылдарында жинаған алғыс хаттарым, грамоталарым, яғни мақтау қағаздарым. Мен осы уақытқа дейін қандай пән болмасын, қандай сабақ болмасын, оқу жылының бәрінде атсалысып отырғым келеді. Яғни мысалға қандай жарыс болса да, олимпиада болса да, сол жарыстарға жіберіп алмай қатысқым келіп отырады. Мысалға қарайтын болсақ, міне Тоқтасын Аружанға берілген диплом деп жазылып тұр. Яғни бұл математика пәнінен екінші дәрежелі диплом, яғни екінші дәреже болса да бұл республикалық жарыстан болғандықтан жаман емес деп ойлаймын. Сонымен қатар тағы да көрсететін болсақ, осы секілді көптеген грамоталар бар. Яғни мысалға қазақ тілі пәнінен дарабоз интеллектуалды сайысына қатысып орын алғаным, яғни бұл да сондай грамота, яғни алғыс хат. Мен осы 9-шы сыныпқа дейін әрқашанда 5-пен оқып келе жатырмын, яғни үздік оқушы болып. Мысалға соның бәрін мына жерден көруге болады деп ойлаймын. Барлығы да қызыл, барлығы да 5-пен деген 5-пен оқығанның айғағы деп ойлаймын. Мысалға мысалға ағылшыннан, яғни сайысқа қатысқаннан орын алған, яғни бұл да республикалық жарыстан, яғни орын алып отырмын. Осы секілді менің көптеген грамоталарым бар. Әпке қыз балаға анасынан кейінгі жақын адам. Әпкелі сіңілі қыздар сырласатын ең жақсы, ең жақын құрбылар. Әпкесінің ақылын тыңдап, тәлім алу сіңілісінің міндеті. Біздің отбасымызда апалы сіңілі 2 қызбыз, және де 2 інім бар. Әпкем Шапағат студент, тек шәкіртақыға қарамас үшін өз қолымен тәсбі, не болмаса бұйымдар жасаумен айналысады. Әрине, ол менің сырласатын ең жақын адамым. Мен номер 1 мектеп гимназиясында оқимын. Бос уақытымда анама көмектесемін. Менен кейін 2 інім бар. Әкемнің қолғанаттары, тіректері. Өміріміздегі ең жарқын сәттер отбасымыздың қасында өткен уақыттар. Сол уақытты бағалап құрметтеу біздің міндетіміз болып табылады.